Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Бүгінгі сабағымызда квалтесте келген 2022-2023 оқу жылында интеграл тақырыбына байланысты есептерді талдап берейін деп отырмын. Бүгінгі сабағымызда осы 4 қарапайым есепті талдап берейін деп отырмын. Бұл 11 сынып оқушыларына, от тапсыратын оқушыларға, мұғалімдерге және студенттерге қажетті дүниелер деп ойлаймын. Анықталмаған интеграл және бөліктеп интегралдау әдісі және жаңа айнымалыларды енгізу әдістерімен шығарылатын есептер, 4 есеп. Пайдаланатын формулаларымыз бір 5 формуладан пайдаланамыз деп ойлаймын. Ендігі мәселе бірінші есепке тоқталайық. Бірінші есепіміз екі санның көбейтіндісі. Туынды болса, көбейтудің туындысын табу оңай. Екі функцияның көбейтіндісінің туындысы бөлек-бөлек жаза саласыз. Ал интегралда олай орындалмайды. Енді интегралда біз шамалы түрлендіруіміз керек. Біз жазамыз 5 тік астында x квадратты бөлшек дәреже түрінде жазамыз, және негіздері бірдей екенін ескерсек, және көбейткен кезде дәрежелер қосылады. Енді бұл жерде біз мынандай бір формуланы пайдаланып кетеміз. Бұл формуланы пайдалансақ, мына жерде ортақ бөлім 5-тен берем, сол кезде дәреже 17 бөлінген 5. Сол кезде бізде пайда болады осындай 17 бөлінген 5 плюс 1 және 17 бөлінген 5 плюс 1-ге қатынасы. X-тің дәрежесі сонда 22 бөлінген 5 дәреже болады. Осындай есеп шығады. Екінші есепті талдап берейік. Енді екінші есебіміз анықталған интегралға байланысты есеп. Бұл жерде біз мынандай әдісті пайдаланып кеттік. Мына 3 деген санды коэффициент деп интеграл белгісінің алдына шығарып қоюға болады. Және мына жердегі 2x минус 1-дің дифференциалынан 2 шығатынын ескерсек, мына 2-ні сол 2-ні жою үшін пайдаланамыз, қысқарту үшін пайдаланамыз. Енді мына дегеніміз t деп белгілеп алатын болсақ, мына дегеніміз dt болады. Сонда жаңа айнымалын енгізсек, және төбедегі бірінші формуланы пайдалансақ, мына бірінші формула деп жазып қойын. Сол кезде дәрежеге 1 қосылады, және минус 3 плюс 1-ге қатынасы. Осылай жазамыз. Сол кезде бізде пайда болатын нәрсе осындай түрленеді. Шекарамыз 1-ден 3-ге дейін. Енді осы мұнан шамалы ықшамдайын. Сол кезде мына жерден минус 2 шығады, минус 2 шығады, минус 2-ні 2-ге көбейтсем, минус 4. Енді мына минус 2 дәрежеден құтылу үшін мен мына формуланы пайдаланамын. А минус n дәрежесі, ол дегеніміз 1 бөлінген a-ның n дәрежесі деген. Сол кезде бізде пайда болатын нәрсе осы. Осы өрнек. Шекара 1-ден 3-ге дейін. Енді мына екінші формуланы пайдаланайын. Екінші формуланы пайдалансам, яғни бірінші интегралдан бірінші функцияның алғашқы функциясын тауып, жоғары шекарадан төменгі шекарадан азайтатын болсақ, бізде анықталған интегралын табуға болады. Енді бізде 3-ті қоятын болсам, x-тің орнына, сол кезде бізде пайда болатын мән 3-ті қоятын болсам, 2 көбейту 3 минус 1, соның квадраты, ол 5,25. Және төменгі шекараны қоятын болсам, 2 көбейту 1 минус 1, соның квадраты, ол дегеніміз 1. Сол кезде бізде пайда болатын мән жауабымыз 18 бөлінген 25 деген шығады екен. Енді осы екі есеп түсінікті болса, енді шамалы күрделі басқаша есепке тоқталып өтейін. Бұл да квалтесте келген есептердің бірі. Осындай түрлендіру интегралды табу керек. Бізде интегралды көбейту болса, болмайды да интеграл. Оны қосынды түрге келтіру керек. Көбейтудің интегралын таба алмаймыз. Біз егер қандай да fx функциясы мен gx функциясы мен fx функциясының интегралын табу керек болса,
біз жаза аламыз. Бөлек-бөлек gx функциясы dx бойынша интеграл fx функциясы f от x функциясы dx бойынша. Осылай қосынды түрге келтіру керек. Егер көбейту болса, онда орындалмайды. Біз мынандай әдіс пайдаланайын. 2x минус 1-ді t деп алайын. Сол кезде x табу үшін минус 1-ді плюс 1-мен өткізейін. Теңдіктің оң жағына көбейтуді бөлумен өткізетін болсам, x-ін тең болады t плюс 1 бөлінген 2-ге. Бұдан туынды алсақ, дифференциал алсақ, так, сол кезде t бөлінген 2 дегеніміз dt бөлінген мына санның туындысы 0 болып кетеді. Так, сол кезде енді орнына қойып шығайық. X-тің орнына мен жаза аламын. T плюс 1 бөлінген 2-ні жаза аламын. 2x минус 1-дің орнына t-ны жаза аламын. dx-тің орнына dt бөлінген 2-ні жазамын. Сол кезде бізде осындай өрнек пайда болды. Мына 2 мен 2-ні көбейтеміз. 4 болады. Оны сан коэффициент деп интеграл белгісінің алдына қоя салуға болады, шығарып қоюға болады. Және осы функцияның t-ның 8 дәрежесі плюс t-ның 7 дәрежесінен интеграл алуымыз керек. Біз мына бірінші формуланы пайдалансақ, x-тің n дәрежесінің интеграл формуласын пайдалансақ, сол кезде x-тің n дәрежесі плюс 1, n плюс 1 дегенді. Сол кезде бізде мынандай бір өрнек пайда болады. t-ның 9 дәрежесі бөлінген 9. 4-тен 1-ге көбейтсек, және t-ның 8 дәрежесі бөлінген 8-ді 4-тен 1-ге көбейтсек, бізде осындай мән пайда болады. Яғни t-ның орнына мен 2x минус 1-ді қойып жазатын болсам, яғни бізде жауап шықты. 2x минус 1 бастапқы 2x минус 1-ді t-ның орнына әкеп қойғанда жауап шығады. Яғни бұл жаңа айнымаларды енгізу әдісімен шығарылған есеп. Келесі есебім енді бөліктеп интегралдауға, кейбір әдебиеттерде бөлшектеп интегралдау деп те келеді екен. Так, мынандай функция берілсін. Соның интегралын табуымыз керек. X квадрат көбейту синус 3x dx функциясы. Енді біз бұл жерде x квадратты u деп белгілеп алуымызға тура келеді. Және синус 3x-ті dv деп белгілеп алуға тура келеді. Мұнаны 5-ші формула деп жазып қойын. Так, 5-ші формуланы пайдаланатын болсақ, ендігі мәселе u-дың дифференциалы x квадраттың дифференциалы 2x dx, оның дифференциалы du. Так, dv деп синус 3x-ті белгілеп алсақ, және одан интеграл алатын болсақ, дифференциал мен интеграл қарамағасы v шығады, және синустың алғашқы функциясы минус косинус екенін ескерсек, минус алдына қойдым, және мына күрделі функция екенін ескерсек, 1 бөлінген 3. Так, ендігі мәселе жазайық. u көбейту v-ны және минус интеграл v-ны жазайық. Сол кезде бізде пайда болатыны u-вымыз x квадрат және 2-ні көбейтіндісі. Так, артығын өшіп тасайын. x квадрат пен мына 2-ні көбейтіндісі. v-м болады минус 3-тен 1 деген санды интегралдың алдына шығардым, және мына 2 деген коэффициентті де интегралдың алдына шығарып қойдым. Сол кезде x көбейткен косинус 3x dx. Ендігі мәселе мына функцияның интегралын табуымыз керек. Және мына жерде x бар. Және осы әдісті пайдаланам. Екінші рет осы әдісті пайдаланам. Так, u деп x-ті белгілеп алам. Және du-ды табатын болсам dx-ге тең. Яғни дифференциалы. Так, енді dv деп косинус 3x dx-ті белгілеп алам. Және v-ны тапқан кезде, интегралын тапқан кезде бізде пайда болады 3-тен 1 синус 3x. Ендігі мәселе
жазайық. Увымыз 2х бөлінген 9, синус 3х, бұлымыз у көбейткен вымыз, мынамыз вдумыз, интеграл белгісіне. Енді осы мұнан қалған интегралды тағы бір есептесем, синус 3х-тің интегралын табатын болсам, яғни бұл жерде х жоқ, қарапайым интегралды есептесем, бізде пайда болады 2х бөлінген 9 синус 3х плюс 2 бөлінген 27 косинус 3х плюс s деген. Сонымен интегралдың барлығын есептеп таптық. Тек жауапты жазу қалды. Жауапты жазайық, толық жауапты жазайық. Бастапқысы интеграл x квадрат синус 3х dx еді. Оның интегралы минус 3-тен 1 x квадрат косинус 3х және 2х плюс 2х бөлінген 9 синус 3х плюс 2 бөлінген 27 косинус 3х плюс s деп жауапты жазуға болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Бұл есептер мұғалімдерге квантесте пайдасы тиеді деген ойдам. Ендігі мәселе тек қолдау. Сіздерден қолдау күтемін. Сұрақтар болса комментарийда. Лайкты ұнаса лайк басыңыздар. Рахмет.